топтан бір адам кетті. Сол ситуация сіздерге өнер адам ретінде және жігіт ретінде қандай әсер етті? Бізге де бұл үлкен сабақ болды. Жалпы еркек ретінде енді таксисттардан көрдік. Қырылқап кәдімгідей. Біздің қалған екі қонағымыз, егер сіздер түссеңіздер түспейміз деп жатыр. Окей, тогда түспей ақ қояйық. Кетіп қалдық. Артистсің да, клибің бар, ойбай. Бірақ автобуста кетіп баратсың ғой. Студияға ше. Қозы, сіздердің танымалдылықтарыңыз түсіп бара жатқан соң өзінің жеке өмірін жариялап бастады деп ойламайсыздар ма? Опа. Мен ойладым, ерекшемін деп елден. Ол ойларды ғаламтор маған берген. Бұның бәрі ерекше түсіну керек, оны кешше. Иә, асын. Себебі мен ерекше түсіну керек, оны кешше. Дейдің бәрі ғой? Кешіріңдер. Кешіріңдер. Қош келдіңдер. Жақсы бастап отыр. Иә, көңіл күйлерің қалай, бәрі жақсы. Бәріне сәлем, айтпақшы. Бәріңізге сәлем. Ендеше жобамызды бастайық, бір шапалақтан кейін. Сіздердің араларыңызда микрофон жүреді, және бізде алғашқы уже микрофонымызды бағынан бері ұстап отырсыз ба? Үйден алып келген микрофон емес, сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Кешіріңіз. Эмоция бер. Біреу өтпеді деді ма? Менің сұрағым, егер өздеріңіз қыз болсаңыздар, топтағы кіммен жүретін едіңіздер? Кайф, күшті сұрақ. Күшті сұрақ, давайте. Точно, ақ жол емес десе. Біз негізі ол тақырыпты негізі өз арамызда да қозғағанбыз негізі. Өз арамызда күнде қозғаймыз. Конечно, иә. Жүріп кете жаздадық десе. Жоқ, айтам ол құдай ұстасын. Жоқ. Мынау керек емес, уже қалсын. Еще сендер деген өздерің жақын білесіңдер ғой. Иә. Мысалы. Сол үшін жүргім келмейді да уже. Слишком жақсы білемін да. Ешкім таңдамайсың ба? Мен алдыңғы күні ғана қоз екеуміз андай сәл ұрысып қалдық та бір темаға. Сондықтан андай ой келді екеумізге де. Егер екеуміз қырылып кетсек, екеумізге де вот жаман болады деген. Бір-біріміз туралы слишком көп зат білеміз. Егер бір-бірімізге враг болып кетсек, кәдімгі опасный. Топ қирайды деп ойладыңдар ма? Топ емес, жалпы адам ретінде репутацияң деп. Адам ретінде жоқ болып кетуге дайын ғой. Я мен ешкіммен жүрмейтін едім. Жоқ, андай зат емес, типа red flag, алмау деген сияқты. Жігіттердің бәрі күшті. Қарапайым жігіттер. Просто білмеймін, елестете алмаймын мен. Андай өзімді дарамадағы қыздар сияқты ше, андай артында 3 жігіт қалмай сені. Қайсысын таңдаймын? Сен ойлана тұр. Энби давай. Кедей таңдаса, кедей. Дорамада кедей таңдайды. Энби кетіп тұр онда. Мен сол жауабым өзгермейді, мен өзім таңдайтын. Өзім таңдайтын. Сенің самооценкаң ойнамай қалды. Сүресің ана жақтан. Менікі уже мынандай жерлерде баққан. Күшті. Жауапқа қанағатсыздар ма? Сіз ғой, сіз. Жан-жағына қараған. Вот, өз-өзімен жүретін еді, вообще жүрмейтін еді. Пожалуйста. Әрі қарай, қолдарыңызды мұны, артта бір жігіт. Наконец-то жігіттерден де бір сұрақ. Саламатсыздар ма? Топтан бір адам кетті. Қандай себеппен екенін өздеріңіз де білесіздер. Сол ситуация сіздерге өнер адам ретінде және жігіт ретінде қандай әсер етті? Қандай ой салды, сол туралы айтсаңыздар. Серьезный сұрақ. Үй келесі кім кетейін деп жатыр. Үй келесі кім кетейін деп жатыр ма? Бағанағы приколға күлген зақ болды. 13-ші этаж. Әрине ол оңай емес жағдай. Бізге ауыр тиді өте. Жалпы топ ретінде біз енді қаншама 6 жыл бойы бірге жүрген қасындағы отбасы сияқты адам. Және сондай жағдай болған кезде сондай шешім қабылдау керек болды. Өте ауыр шешім болды андай. Сен алмадым сол сәтте, осындай шешім қабылдау керек екен. Кәдімгідей мен есімде біз квартирада отырып, соңғы жиналыста төртеуміз де жылап, кәдімгідей сөзді айта алмай отырып қой просто. Кет деп па?
сен өте жауыз екенсің, иә? жоқ енді қандайсыз сол есту керек болып жатыр деген сияқты әңгімені айта алмай жатырмыз да. Жүрек батпай. Иә, енді қалай айтасың оны? Бірақ ол өзі де түсініп тұр да. Сөйтіп өте ауыр болды. Әрине, жігіт ретінде де бізге әрине үлкен сабақ болды ол. негізі еще ол затты негізі көбісіне андай айтқымыз келмейді негізі. Бүйтіп отырып, ой, бүйтіп кетіп қалма деп біздің кейбір андай недофанаткалар бар ғой, которые тиіп қашып бүйтіп тыңдап жүретін, и өтірік андай өсектің артынан жүретін фанаткалар жоқ енді сөздің ашығы. Мен сол міне сіз сияқты адамдар сөйтіп келеді да айтады, немене еркек емес па, айтпаймын не болған бір бәле, не үшін бүйтеді ол адамды дейді да. Сол кезде үндемейсің оған, ештеңе деп айтпайсың. Просто ол андай затты мысалы бізде ол затты айта бергіміз келмейді да. Себебі ол тоже ол адамның басынан өткен оқиға. Жараның бетін тырнай бергіңіз келмейді. Сіздер ғой және. Жалпы біз мысалы публикада жүрміз да. Ал ол өзінің басынан өткен әңгімені біз жалпы енді басқа адамдар ретінде публикада отырып сол туралы әңгіме айтып отқанымыз ол енді дұрыс емес қой. Ол өз басына өткен. Ол үшін де ол үлкен сабақ болды. Бізге де бұл үлкен сабақ болды. Жалпы еркек ретінде көп заттарды түйдік. Қалай айтады? Түйдік, иә, түйдік. Сол үшін, иә, жауап сондай. Андай заттар бар. Иә, біз шешім қабылдамас бұрын қаншама варианттар іздедік. Не істейміз деп қаншама вариант. Төртеуміз, төрт жақ, бесеуміз, бес жаққа отырып, не істейміз, қалай нетеміз, өте жаңағы біздің күшті қарайтын адамдарымызбен, жақын адамдарымызбен ақылдасып, қалай болатынын нетіп, и ортақ көбісінің жаңа процентмен есептеген кезде көбісінің жауабы. Сол шешімге келді. Иә, бізде бір жағынан басқа амал да болған жоқ ол моментте, иә. Енді сұрақ, топқа бір адам алу деген, мысалы 96-шы жылғы менде мысалы үшін уже аудитория бар дейді. жоқ, псевдоним бар мысалы. Псевдоним ба? Ник па, қалай айтады? Дұрыс. Лайт. Лайт? Типа жоқ, лайт, жарық деген сияқты. Лайт. Типа андай дарк деген. Вы не выкупили, да? Әдемі. Байқапан десе. Келесі сұраққа көшсек болады. Өзіңді көрсеткім келсе. Кірмеймін болды, шалдарды не істейсіңдер сендер? Мен уже 91-ға да кәріммін ғой. Бір мен до-мажор тобына ма? Рахмет сұрағыңызға, бір шапал ұрып қойыңыздар. Саламатсыздар ма? Сұрағым, сахна сыртындағы аға буынмен қарым-қатынастарыңыз қандай, және де осы кезінде меломан жігіттер 91 тобын қамшымен сабайық деген үнді видео шыққан. Сендерді қашан сабайды деш? Сіздерге ондай қысым болған жоқ па? Қамшымен сабайды? Сабау ше? Қамшымен сабаймыз деп айтқан екен кезінде. Сендерде ондай қысым жоқ па дейді. Атал! Сендерде не жоқ па дейді, ондай қысым жоқ па дейді. Иә. Енді сол ағаларымыздың арқасында деуге болады шығар. Жалпы адамдар сәл үйреніп бұндай стилистикаға. Сол үшін біз ондай қатты қысым көрмедік қоғамнан. Қамшымен сабаймыз дейтіндей. Енді таксисттардан көрдік. Қырылқап кәдімгідей. Не дейді сендерге? Андай бүйтіп кезінде ақша жоқ кезде деп эконом шақырасың ғой. Бүйтіп таксиді ашып кіресің, отырған кезде сразу ғой андай взгляд деген. Деп бастайды ғой. Өзі розовый машина айдап жүрсің. Не бәлесіңдердікі? Андай бауырым қазақсың ба? Иә аға десің. Не анау? Дейді ғой. Туысқаның сияқты ше. Не сырға? Шашың не бәле бірден ке? Аға енді осындай сән ғой бірден ке деп жауап бересің. Соны қоймайды. Сондай ағалар бар. Вообще қырылып кететін сенімен құрдас жігіттері бар. Яндай. Ұрып жіберген болды ма? Жоқ. Ұратындай болған жоқ енді. Ондай болмапты.
қорқады ғой деп сондай болса керек. Тез қашамын да мен просто. Қатты жүгіретін кроссовкамен жүремін всегда. Мына балақтардың бәрі содан ғой. Қатты жүгіріп қоямын. Жоқ. Қуып келатқан адам шатасады да балағына қарап. Жалпы жаңағы сұрақтың жауабы негізі біздің ағаларымыздың арқасында бізде андай қысым жоқ қазір. Жоқ, андай зат болған бірақ. Вот осы затты алдында бір жерде айтпасам деп жүргенмін десем. Біз бір рет қазақ фильмға какой-то бір шоуға барамыз. Түсірілімге. И біз гримеркада отырық, күтіп. Ол бір ойын бірдеңке сондай шоу екен да. Біз бар, және тағы 2 кісі бар. Тоже жұлдыздар. И біз отырық күтіп моторды. Таңғы 8 ба, 9 ба отырық күтіп 1-2 сағат өтеді. И бір кезде шоудың продюсері келіп бізге кешіріңіздер, сіздерді алып тастайтын болдық дейді. Сол неге десек, біздің қалған 2 қонағымыз егер сіздер түссеңіздер түспейміз деп жатыр. Либо самый обидносы, либо оның алдында келді, оның алдында келген кезде сырғасыз шыға аласыздар ма дейді. Сөйтіп тағы сондай. Сырға, либо сырғасыз түссін, либо біз түспейміз деген сияқты бірдеңке айтты. И біз, окей, тогда түспей ақ қояйық деп кетіп қалдық. Андай қырылуға да андай не болмады. Не деп қырыласың енді ол жақта? Болыпты деді. Сондай ғана болды, андай прям 91-ның киносындағыдай болмады. Басына sok лақтырып, кофе ма? 91 сендерге жол ашып берді ма? Иә, конечно. Бүкіл таяқты солай. Сөзсіз. Енді 91 сендерді ұрса қалай қарайсың? Өштерін, чичит өштерін алса. Сендер де өтулерің керек бұл заттан деп па? Андай бар еді, грудасыма отыр дейтін ше. Күлеміз ау. Былайнан 91 мен басқа аға буындармен арақатынастарын қалай деген екінші сұрақ болды. Өте күшті, иә. Сәлеміз түзу. Иә. Жауап береді ғой бәрі. Жалпы 91 ағаларымызбен болсын, одан үлкендерге аға буындарымыз, мысалы Мұзарт тобы, немесе Досым Қасан тобындағы ағаларымыз бәрімен сәлеміміз түзу, ол кісілерден бата алдық. Досым Қасан тобында. Бекфестте. Бірге, иә. Мен сол кезде күшті болды. менде видеосы бар, легендарный. Да. Это екі поколение. Сәлеметсіздер ме? Қозы, сіздердің танымалдылықтарыңыз түсіп бара жатқан соң өзінің жеке өмірін жариялап бастады деп ойламайсыздар ма? Опа. Бәлеқор сұрақтар басталды. Біріншіден, Біріншіден аузыңды жап. Жай сөйле. Біріншіден біз танымалдылығымыз түспеді. Екіншіден ол болмаған. Білмеймін, қайдан алдыңдар бұл информацияны. Жоқ. Ол отношениясын ашуы ол өзінің қалауы болды. Жалпы енді отношенияның серьезный этабына көшіп бара жатқан соң біз қазір Кози туралы айтып отырмық па, иә? Халыққа жариялағысы келді. И все. Пожалуйста. Қанағаттандың. Болды, отыр енді. Отыр, екі Шығып кетесіз ба? Негізі андай болсаңшы. қатты қалайтын ол көрсеткісі келеді. Біз ғой негізі, иә. Қорқып қалғанбыз ғой. Әлі ерте, иә, біз қорқып қалғанбыз, ондай заттар бар енді, конечно. Ол бізге вообще 2023-тен бері ма айтып жүрген, көрсетем деп біз содан кейін мені типа өзің білші дедік дейді. Жоқ, шаршаттың сен деп ба? 2024-тің жаңа жылында маған айтқан. Мен келесі жыл көрсетем болды. Сендер сонда біраз қинапсыңдар ғой, иә, ол байғұсты. Иә. Біз емес қой, депші. Кім? Біз ол кезде андай болатын да, андай, сән етіп қалсаң, сен мынандайсың деп. Сол кездегі андай аудитория, андай реакция сондай болатын. Қазір бәрі күшті. Бірақ ол кездері андай бүйтіп сәл қисық сөйлеп қалсаң болды, андай, ой, фандомнан кетеміз деген сияқты. Бәрі уақытымен. Иә, әрине. Идеальный уақытта айтқан шығар еще. Рахмет.
Бізде сұрақты артқа. Сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым Сәлем. ең соңғы уақытта бастарыңыздан өткен ең ыңғайсыз жағдай қандай? мә Қандай жағдай бар сенде? Не болды Балиде? Бұда Позор бұда төгілді. көп ыңғайсыз жағдайлар, көп бұда. Қайсы бірін айтайын деші. Қайсы бірін айтайын? Кеше ғана біреу болды. свежий Свеж. Анау тамақты Иә. дейсің, сен ойба. Короче, мен кеше тамақ заказ жіберемін үйде. Андай, мен енді Қытайда өскен соң, мен жусай мен жұмыртқа қосылған мантыны қатты жақсы көремін да. Бізде Қытайда көп жейді да оны үрімшіде. И соны оянып, андай резко желание келеді да, ойбай, манты жегім келіп тұр деген сияқты ше. Завтракқа. И соны заказ беремін. пустой квартираға Иә, пустой квартирада манты, мен, диван, отырып деп ше. Ол келеді, и мен резко андай желанием кетіп қалады что-то жеуге. Кофе ішіп алған соң, ладно, қазір студияға барып жеймін деймін да. И студияға шығам, мантымды салып алам, өзіммен бірге. Студияға барам, студияда жұмыс істедік, запись жасадық, и қарным аш кетті. Отырып, ой, наконец-то мен мына жусай қосылған мантыны жеймін. Деп тұрып, андай кайфпен бүйтіп ашып, деп музыка деп істеймін. Ой, қандай дәмді деп отырмын да. Жеп отырмын. И бір кезде бірдеңе қатты зат нетеді да. Содан кейін, жұмыртқаның қабығы шығар деп ойлаймын да. До конца жақсы нәрсе ойлап отырсың ба? Иә, жұмыртқаның қабығы шығар деймін. Содан бүйтіп, аузына бүйтіп деп алып шығып қарап қалсам, тырнақ қой. Анау страшный историялар сияқты болсын. Ашып қарсам, тияқ! Прикинь. сен ұшынып қалған жоқсың ба? Ана кәм аккуратно алынған тырнақ қойшы. Кәдімгі анау әйелдің тырнағы. Анау кәдімгідей бүйтіп, аккуратный, прям бүйтіп. Купылмен бүйтіп тұрған тырнақ анау кәдімгідей. Ой, шатасып кеткен шығар. Манты с тыквойдың орнына манты с тырнақ. Андай аккуратно да, и бүйтіп тырнақтың астында жусай тұр қойшы. Андай басында еще бүйтіп қарап тұрып, қабылдай алмаймын ғой мен. Мен өзімдікі шығар деп ойладым ба басында? Шынымен де сөйтіп ойладым. Может менікі шығар деп ше. И бірақ мен тырнағымды вообще 3-4 күн бұрын ғана алғам. Үйде, туалетте деп ше. Қалай ол мантыда жүрді? И өйтіп, мен тырнақ жеп қойдым деген осознание келеді да. Басқа біреудің тырнағы деп. Еще ана адам түрі елестетіп бастайды. Ол примерно бір апашка, шашы бұйра, сары. Сен кішкентай тырнақтан адамды жасадың ба? Вот интерьер, дизайнер, интересный дизайнер. Ай, ужас. Содан кейін поддержкаға жазам. Мен өзім андай орысша жақсы білмеймін да. Мен андай поддержкаға как будто всегда қазақша жазуға болмайтын сияқты ше. Орысша ғана жазатын сияқты. Түсінбейтін сияқты ма поддержкада? Андай серьезно қабылдамайтын сияқты қазақша жазсаң. Орысша жазып берші деймін да менеджерға біздің. И ол кісі, әйел кісі да. Деп жіберіп жатыр да әңгімені. Тырнақтарымен. Андай сөздер кетіп жатыр. Эпилепсия, бір бәле, психологическое состояние у него ухудшилось. Мы вызываем скорую, бір бәле. Мен шошып кетемін, ойбай, датабой емес қой деп ше. Сәлден кейін мен өлген жоқпын ба әйтеуір? Ана перепискада тірімін ба? Сондай болды. Содан кейін соңында просто маған 2100 теңгені қайтарып берді. И 20% промокод берді, рахмет. Мен негізі Ақжол үшін қатты андай сыртта патет етіп тұрмын. Қанша мың теңге моральный ущерб сұрап алуға болады екен деп ше. Анау өте қате ғой негізі андай да. Мен мақтанайын бүйтіп. Менің анам тамақ істеген кезде де ұн илеп жаңағы нан пісірген кезде всегда перчатки тағады. Всегда. И соны сөйтіп үйреніп қалғам да мен. И анау тырнақ көрген кезде мен вообще андай. Мен андай. Тырнақ до того өтіп кеткен болып тұр ғой перчатки ше. Иә. Жоқ, сен бір тырнақ, сен потом жазуың керек. Негізі мен 5 тырнақ жібердім. Маған 10500 салып жіберіңіз де. бір тырнақ 2100 теңге деймін. Андай 5 манты 5 тырнақ. Сондай. Жоқ, негізі өте аз. 2100 теңге деген. Иә, просто заказымның ақшасын қайтып. Моральный Все, ущерб. болды. Мына выпусктың
аты 2100 теңгеге тырнақ жедім. Вау, әдемі. Жинаймаға астында жазып тұр ма интересный дизайнер. Мен бір нетсем қоймаймын сөйтті, кешіріңіздер. Баяғыда бүйтіп тырнақ бүйтіп отқан тырнақ жеме ішіңнен өсіп шығады ертең деп еді ғой. Байқа, иә? Еще ол өзіңдікі емес қой. Андай қарбыздың дәні болатын еді. Кешіріңіздер, менде жоқ екен. Өмірім до того скучный ма, бір нәрсе, что-то білмеймін. Или мен саған айттым ба, Айка, есіңе түсірші, мен саған айттым ба, бір самый менің андай онша емес бір немді. Айтуға болмайды ғой оны. Айтшы. Қайсы дейді? Айтайын. Анау сен аяқтағы тырнақ жеп қойған. Алғы тырнақ жейтін болып өстіңдер ше? Бәрі тырнаққа байланысты. Жоқ, есімде жоқ, өтірік істеп жатырмын. Мен Мүмкін Балиде камераға деп соны. Мүмкін Балиде бір нәрсе Балиде. болды ма бізде? Қытайда. Кетірмей Жоқ, сен ыңғайсыз жағдайларың бар ғой, өзіңе ыңғайсыз емес та, ол маған ыңғайсыз ғой. Андай мүмкін сен тырнағын жеп қойдың. шетелге шығып алады да. Вообще андай ағылшынша сөйлегені бар ғой. Ойбай кәм. 0 ма? 0 ма? Зеро ғой. Андай еще просто маған айтса болады ғой, осылай айтпашы деп. Жоқ, өз сөйлеу керек қой. Айтпашы десең, тұра тұршы, андай бос емес қыпша, өзін андай еще мен ананы андай еттің келмейді, андай қинағым келмейді, бостан босқа. Содан кейін мен сұраймын да, андай бірақ сөзімнің соңы бірінші айтылады. Сен әйтеуір содан кейін барып ше. бастысы түсінеді ғой, түсіндіресің ғой. Түсінбейді. Тамақ. Сен не үшін тырысасың сонда? Просто уақыт өткізіп. Балида отырық, тамақ заказ беріп жатырық та. И анау жақта отыр да өзі. И бүйтіп официант келеді да бүйтіп. What do you want? Do you... И айтып жатыр, мен официанттың түріне қарасам. Ағам ойланып жатыр, біз точно бір каналдамыз ба деп ше. Бүйтіп қарап, на местный не деп отыр? Сонда кофе заказ беріп отыр. Қолмен көрсете салмайсың ба? Здесь. Үйтіп отырғым келген жоқ, өзімше ақылды бала болғым келді да, андай do you have бір бәле деген сияқты ше, мысалы сондай болғым. Do you have бір бәле кофе? Жоқ, негізі сондай кезде сен дұрыс істейсің. Түсінсін, дұрыс болсын, баса беру керек. Мен сондай ұятсызбын, мен сөйлей беремін. Дұрыс, ұра беру керек. Бұл ұялып жүре береді, кринжтап. Осы мен қасымда жүрсе, күлмейді бұл, күлмейді мен қасымда жүрсе, тока басын ұраған. Ондай ой, бастамнан, сол, мен жүремін сөйтіп. Мен қатты, мен сондай адам, мен андай қасымдағы адамдардан реакция көп беремін ше, андай заттарына. Особенно MB-ға. Сен ағылшын жақсы, е? Yes, of course. Ақжолдың ағылшыншасы идеальный. Менікі 11-ге дейін ғой. 11-ден кейін тоқтап қалып жатырмыз. Бірақ андай what is деп сөйтіп ұра бересің. Бірінші сұрақ қойсаң болды ғой. Бірінші сұрақ қойылады ғой. What is why дейтін сөзінде. What is popular burger, popular best burger, what is? Здесь дейді ғой go. Go дейді. No pork, no onion. Go дейді ғой. Базы жоқ. Go деген любой жерге қойылады. Тым жақсы. Еще андай қылып өзіңді до того ағылшынша күшті сөйлейтін қылып ше, excuse me деп ше, андай құдыртасың, excuse me деп андай сондай болады. Ол жақта үйт сөйлеуге болмайды екен ше, андай американский қылып ше. Барған бірінші күндер сөйтіп сөйлеп жүрмін, аналар түсінбейді ғой вообще. Деп. Содан кейін уже 10 күн. Сен айтқандай сөйлеу керек, Таиландта мен ағылшын олардан күшті ма деп қоям бар ғой. Уриз десе, уриз деп тұрады ғой. Мен айтам, ей, ухерре, ис. Дұрыс айттым ғой, ухерре деп айтылады ғой. Ухат. Жан негізі білемін, кез келген бір сөз айтыңдаршы. Транкио деп. Ситуация айтыңдаршы, мен сол жерден шығып кетейін. Сен айтсай. Қалай? Бір қазақша мысал үшін, қай жерде ең үздік бірдеңе деген сияқты. Уборный қайда деген нәрсе. Бәрін білемін мен.
Where restroom ойбай ішім ауырып жатыр дейді. Біреуге бірінші қалай сұрайсың. мысалы Шетелде қандай нәрсе керек болып аптека қалды? қайда деп Where is pharmacy? базар жоқ. Where is? Сөйтіп бір рет шіркеуге келіп кеткен. базар жоқ. Ужас. Ойбай әзілдейміз ау. Рахмет сұрағыңызға. кеттік ал Тамаша. күшті разгон болды. Осы Бали аралдарыңызға бардыңыздар ғой, соны Oppo рекламасы соны жапты ма? Ақша бойынша ма? Иә, демалысты жапты ма? Жапты, иә, әрине. жоқ. Бүйтші. Ладно, жоқ, мен просто прикол. Просто ол ертең звондайды да бізге. Неге өйтіп айттыңдар деп ше. Айтуға болмай жоқ, Oppo'ның ешқандай қатысы жоқ. Ол өзіміз өз ақшамызға бардық. Ол сондай неде ма? Мен түпетет қалыптым, кешіріңіздер. Иә, дұрыс ақ жоқ сөйлеймін. Oppo. Бұла жақта сұрақтар бар ғой, андай кәм журналистер келген сияқты ше. Кейбір сұрақтар кәм андай атака сияқты. Тигізіп жатыр ма? Сасып қалатсыңдар ма? Жаңағы мантыда тырнақ сияқты болып тұр ма? Андай неудобно. Ал кеттік, келесі сұрақ. Сәлеметсіздер ме? Жалпы қазақша шоу бизнес ол қиынырақ деген нәрсені көбінесе байқадым. Және сіздерге сұрақ. 91 тобы бастапқы 7 жыл бойы ақша жағынан жалпы қиындықтар өте көп болды. Не только ақша жағынан, көбінесе барлық жағынан да қиындықтар болды ғой. Мен сұрағым келген сұрақ, жаңағы ақша жағынан сіздерде қалай? Ондай проблема жоқ па? Және қазір қанша бере аласыз? Иә. Және қазір қанша қарызға бере аласыз? Сразу сол сұраққа келейік та. Шаршамадыңдар ма? Сендерге сұрақ қойылса болды, 91-ден алып келе береді. Жоқ, бүгін бірінші сұрақ қойсын. Жоқ, бағана да болды. Екінші сұрақ ладно. Үшінші. Енді не дейміз оған енді? Ол кісілер жасап тастады да. Біз дым дей алмаймыз. Дым дей алмай. Кейін басқа бір группа осылай отырып оларға да біз арқылы кетсе деген ниетпен жалпы жұмыс істеп жүрміз деп. Бар мақсатымыз сол. Ақша жағынан қалай айтуға болады? Сөздің ашығы андай қиындықтар болады, әрине. Иә, әрине. Любой адамда болады ол. Қиналған кезімізде болды, біздің өте қатты жаңағы бүйтіп айтайықшы, шыны керек, бастапқы қанша жыл болды? Біз 4 жыл болды, иә, дебют алғанша. Бастапқы 3 жыл біз дым ақша таппадық. Вообще. Бірінші жылы 0 таптық, екінші жылы 1 жыл бойы біз 70 000 теңге таптық, каждыйымыз. Қалай өмір сүрдіңдер? Білмеймін. Вот мен қазір таңғаламын реально. Андай, еще андай, артистсің да, клибің бар, ойбай. Бьюфестке шыққансың 2000 қанша? 3. Иә, ең бірінші Бьюфестке шыққансың. 22. Бірақ автобуста кетіп баратсың ғой. Студияға ше. Студияға автобуспен кетіп баратсың, тамақ ішуге ақшаң жоқ. Даже автобуста проезд төлеуге ақша жоқ қой. Бүйтіп ол кезде баланспен әлі болады шығар, баланспен төлеуге болады да. Единица. И сонымен төлейсің ғой. Қалған балансыңмен. Еще төртеуміз тұрып аламыз да, андай. Бірімізге жанымыз ғой. Брат, сенге баланс шыға мен деп қатты деп. Ол кезде бізде құпия шығып алады. Иә. Сондай. Потом екінші жылы да тоже вообще ақша жоқ. Тоже автобуспен жүрдік, вообще тамақ жоқ, ешқандай. Не тамақ жоқ деп немен қоректендіңдер? Содан кейін ақтап кеттім. Жоқ, андай ғой, бір кезде біреуінде ақша алып қалады, ол ата-анасы жібереді, сұраймыз. И бәрі не бейт, бәріміз бөліп аламыз да. Бір нанды бөліп жетіп деген сендерсің. Бір единицаны бөліп деп айтайық. Иә, бір единица. Бөліп. Нөмірлерімді айтыңдар, единица сағыз жүрген. Сағыз Каспий асап жүрсің? Жоқ, просто менде андай бонус та, менде де ондай. И сөйтіп, жалпы 4-ші жылы ғана ақша тауып бастадық қой, былайша айтқан кезде. Енді, білмеймін, группаның тағдыры ма, сондай десем, группалардың бәрі сондай ма? Негізі көп өнер адамдар басында жұмыс істейді, қиналады, сосын барып деген сияқты. Андай моменттер өте көп болатын.
бірақ ақшаң жоқ болса киімді айырасың да, күшті киініп алсың, андай бір бай адамдарға ұқсап ше кім әртіс қып, еще бір андай бір әртіс баламен кездесіп танысып қаласың ғой. Ол киім қайдан келді десе? Ол киім бір съемкаға барған кезде сол стилисттен алып кеткен киімің ғой. Ол немесе сені ауылға ұмытып кетеді, сен как будто андай ұмытып кеткен сияқты ше андай. Сондай жаңа бір әртіс баламен отырасың, бір жерде отырасыңдар, бір шай ішіп қайтайық бір нәрсе деген кезде ананың түрі бір қымбат жерге апарып тыққызады да, мен түсініп тұрамын ана баланың мені қатты бай көріп отырғанын ше. Киіміңе қарап. Бірақ мен әзер келдім да ана жаққа. Әрең тауып родной бере тұршы маған, ертең қайтарамын деген сияқты қылып келесің да, бірақ түр бермейсің, вообще андай бір деп андай күнде барып жүргендей. Иә, сондай ондай өте көп болатын негізі. Тамаша. Еңбекқорлыққа бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Күшті. Зато қазір Бариға барады қазір. Шүкір. Шүкір. Бар ақшамызды өзіміздің андай немізге, жаңағы болашағымызға құртуға тырысып жүріп өйткені. Біз үшінші жылы деп не үшін ақша таппадық? Негізі үшінші жылдан бастап ақша тауып бастадық, бірақ біз полный түскен ақшаның бәрін контентке құйдық. Обратно сол клипқа, обратно музыка. Бір тиын алмадық. Біз жаңа жылда 25 болайын деп жатқан кезде. 25 болатын жаңа жылда біз сол күні ғана ақша алдық. Жігіттер осы жыл жақсы жұмыс істедік. Клиптарға құрттық, жаңа жылдармен деп бір-бірімізге сәл ақша бөліп алдық. Содан кейін қазір уже шүкір контенттерге жетеді былай. Содан кейін уже процент алып жүрміз. Сөйтіп 4 бірге кетеді. Тамаша. Жеке тұрады. Әрине ол жанкүйерлеріміздің арқасында ғой. Андай бұл кісілердің қолдауларында ғой бүкіл енді біздің. Так, баяғымыз. Сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым мынандай. Сіздерде өте жиі командада адамдар ауысып тұрады, продюсерлер ауысып тұрады. Оның себебі осы сіздердің мінездеріңіздің ауырлығынан деп ойлайсыздар ма? Жалпы себебі неде? Кім жіберген мына адамдарды? Бір жауымыз бар ау. Антифанат. Сұрақтар бөліп беру ма? Айтпақшы, мен сіздердің бұрынғы продюсерлеріңізбін. GPT-ға кіріпші. Так, сушып алайық. Болмайды. Естекші. Қандай сұрақ болып еді? Келесі сұрақ. Балида қалай демалдыңыздар дей ма? Жақсы демалдық. Командада бізде адам жиі дегенде, қалай жиі емес, бәрі бір жылдан аса жұмыс деп сөйтіп шығып жатады. Көбінесе негізі былай ғой, мен бір нәрсе айтайын. Негізі көп группаларда көп олай команда ауысып тұрады, бірақ сендерде акцент болғаннан кейін сендердікі білініп қалады деген сияқты шығар мүмкін. Мен акцентім бар дейсің ба? Басқа группаға кетемін мен. Басқаларға продюсер боламыз. Жоқ, әр жұмысшының өз себебімен кетеді. Кейбіреулері жеке дамуымен кетеді. Мінезіміз жеңіл негіз. Соған сәл кебап, сәл видно құтырып кетеді деп сондай болатын. Олардың мінездері. Вот олар. С этого и начнем. Анау бар ғой, анау. Жоқ, біз наоборот, біз командамызбен всегда андай отбасы болуға тырысамыз. И сол үшін де олар кейбіреулер кетіп қалып жатады. Потому что слишком жақындап қаламыз. Андай бүкіл секреттеріңді айтып, олар содан кейін уже басқаларға. Пожалуйста. Болды. Сұрағыңызға рахмет. Бір шапалақ қойыңыздар. Осымен бүгінгі біздің шығарылымымыз соңына дейін жетіп қалды. Егерде біздің жігіттер сұрақтарға өте жақсы жауап берді деген ойласаңыздар, бір шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Күшті болды. Мен өзім бұлай күлмегеніме біраз болды. Рахмет. Салфетка сұрап. Алмагүлдің түрі кетіп қалам. Шаршап отырды. Сен шаршап отырсың. Шаршап отырмын деп ішімде түсініп тұрмын ғой. Мен кәдімгі айыратынмын. Сен кәдімгі шаршағаныңды ұмыт тұратын. Біліп тұрмын, содан кейін мақтанбай қойдым дедім сол жақта. Жоқ, күшті болды жігіттер. Екеуің бір-біріңе күшті комбо екенсіңдер. Мен енді білем, екеуің кіммен шақыру керектігін күшті.
енді кім Абу мен кім Қозы қалай болады екен екеуі? Олар скучный. Жоқ, не үшін олай бөлініп барады бұлар? Өйткені ана екеуі сөйлейді да, ана екеуі онша сөзге жоқ. Қоз сөйлейді негізі. Сөйлейді, бірақ сендер сияқты сөйлемейді. Мен Қозыдан жол сөйлеткен. Не дейді? Қозыны сөйлеткен дауыс бұрынғы ертегілер сияқты. Алда. Бұл жай сөйле жобасы, құрметті көрермендер, келесі қонақта кім болсын жазып кетіңіздер, және оларға сұрақтар қойғыңыз келсе, онда біздің шақырғандарыңызға рахмет. Кто ұнап андай осы жылды үстіп бастап жатқаныма қатып қалып тұрмын. Бірінші съемка бізде, иә? Тамаша, ұнады ма сіздерге? Иә, қатты ұнады. Өте андай комфортный адамдарша өте қатты қуаныштымын. Иә, сөйтіп сол бәріңізге рахмет. Өте күшті сұрақтар болды, шамалы андай бір несімен чуть-чуть, но классно. Қандай сұрақ болған, мен уже ұмытып қалдым. Ну, у меня чуть-чуть остались здесь. Бұл жай сөйле жобасы, аман сау болыңыздар, келесі кездескенше. Пока!